саламатсыздар ма? Смағұл туралы жалғасқанымыз 24-ші тобының өндіріс блоктың шеберінің бүгінгі біздің бейне сабақта өтетін тақырыбымыз жүйелік блок. Келесі видео. Бірінші кіріспе жүйелік блок дегеніміз не? Екінші негізгі компоненттері әр компонентті жекеше таныстыратын болады. Үшінші оның құрылысы, яғни жүйелік блокты жинау процесі. Төртінші қорытынды, яғни жүйелік блоктың маңызы, оны жаңартудың артықшылықтары туралы айтатын болады. Келесі. Енді бірінші жүйелік блок дегеніміз не? Жүйелік блок дегеніміз компьютердің негізгі құрылысы, оны барлық компоненттерінің құрылғыларының жұмысын қамтамасыз ететін негіз, яғни жүйелік блок дегеніміз не алдарыңызда тұр. Жүйелік блоктың қандай маңызы бар? Жүйелік блок дегеніміз компьютердің функционалдығы мен өнімділігінің негізі. Дұрыс компоненттермен конфигурация таңдалғанда ол қолданушының қажеттіліктеріне сай жылдам әрі жұмыс істейтін болады. Жүйелік блокты жаңарту немесе модернизация жасау ескі технологиялардан жаңаларына көшу өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Енді арада жүйелік блоктың құрамдас бөліктері, бұл жерде процессор жатады, аналық тақша жатады, жедел жады жатады, қатты дискі, бейне карта, қуатты бөлік, салқындату жүйесі. Енді осыларға жеке-жеке тоқталып өтетін боламын. Бірінші біздің процессор дегеніміз, яғни мына жерде процессордың бізде екі түрі бар. Core i5 деп тұр, онда Intel компаниясы жасап шығарған. Жерде Core i5, Core i7 болып бөліне. Нарада негізгі процессор дегеніміз компьютердің миы, мәліметтерді өңдеу үшін жауапты. Кішкене тұрғанда бізде процессор келесі видео. Екінші аналық тақша деп айтылады. Аналық плата дегеніміз жалпы процессордың ішінде орналасқан плата. Оның негізгі атқаратын қызметі барлық компоненттерді байланыстыратын тақта, яғни барлық осы жерде азуымыз бар, процессорымыз бар, басқа да осы жердегі нәрселердің барлығы осы жерге жинақталатын болғандықтан жалпы тілде аналық тақта, яғни аналық плата деп аталады. Оның негізгі суреті осындай, келесі видео. Бұдан кейінгі бізде жедел жады дегеніміз, яғни біз автоактор уақытша мәліметтерді сақтау үшін қажет. Яғни жедел жады дегеніміз азу деп аталады. Бұл процессордың ішінде орналасады. Бұл негізгі жылдамдықты арттыруға, бейнені жақсы көрсетуге, скоростьті жылдамдатуға атқаратын қызметі. Келесі видео. Бұдан кейінгі қатты дискі дегеніміз, бұл негізгі атқаратын қызметі деректерді тұрақты сақтау. Яғни бұл қатты дискінің бізде екі түрі бар. HDD, SSD. Бұл жерде біздер көбінесе софткілерімізде SSD қолданылады. Ал мынандай жалпы жүйелік блоктар, монологтарда мынандай қатты түрі HDD орнатылады. Бұл жерде екеуін салыстырма түрде көрсетіп қойған, мынада HDD, мынада SSD. Бұлардың негізгі атқаратын қызметіне, жұмыс жасауына келесі тақырыптарда толығынан өтетін боламыз. Келесі видео. Келесі бізде бейне карта, яғни графикалық ақпаратты өңдеу. Бұл жерде бейне карта дегеніміз арасында тұрады жүйелік блоктың қосымша қосылатын плата. Оның атқаратын қызметі, яғни графикалық ақпаратты өңдеу, бейне көрсетуге, жақсы қосымша жылдамдықты арттыруға атқаратын қызметі. Келесі видео. Келесі бізде жүйелік блоктағы ең маңызды компоненттердің бірі, бұл электр қуатымен қамтамасыз етеді. Бұның атқаратын қызметі жүйелік блоктарына келген тоқты керек мөлшерде жүйелік блок, яғни процессорге бөліп тұрады. Бұл қуатты блок деп аталады. Келесі видео. Одан кейін салқындату жүйесі дегеніміз процессор мен басқа компоненттердің температурасын бақылау. Яғни атайтып тұрғандай, бұл жерде процессорымызды қызып кетуге, басқа да жағдайлардан осы салқындату жүйесі қызметі арқылы жұмысты реттеп тұрады. Арада бұл жерде енді толық жүйелік блоктың порттары, яғни арада бізде жүйелік блоктың жаңа таныстырып өткенде бұл жерде қоректендіру блогы ақтара береді. Одан кейін порт дегеніміз қосымша жалғанатын порттар. Одан кейін интернетке байланыс қосу үшін. Одан кейін арада қосымша аудио, видео қосу керек болса, кейіннен порттардың арада көне жүйелік блок көрсетіп тұр. Бұл жерде бұрынғы ертерек кездерде USB дейміз, аяқпен қосылатын болған монитор болсын, клавиатура, мишкілеріміз қазіргі уақытта USB-мен қосылады. Келесі видео.
Да, енді жүйелік блоктың негізгі компоненттері жаңа өзіңізге айтып өттім. Жүйелік тақта жатады, оның ішінде қоректендіру блогы, қатқыл дискі салғыш дегенді жаңа дискет қазіргі қолданылмайды, ертеректе болған. DVD, CD дискі салғыш дейді, бұл да ертеректе болған, қазіргі уақытта флешті қолданамыз. Және компьютерге басқа да құрылғыларды қосуға арналған флештер дейді, шейптер дейді, яғни бұл арада аудио, видео қосатын болсаңыздар, қосымша жүйелік блоктар көрініп тұр. Келесі қойalım. Жүйелік блоктың компьютердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол деректерді өңдеу, сақтау және көрсету үшін қажетті барлық компоненттерді қамтиды. Компьютердің жұмыс істеп тұруы мен өнімділігі жүйелік блоктың сапасына және конфигурациясына тікелей байланысты. Арада жүйелік блоктың түрлері көрсетіліп, ерте кездегі жүйелік блок қазіргі осылай кете береді. Жүйелік блок компоненттеріне арналған бейне сабағы осымен аяқталды.